Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қазағымның өте дәруменге бай, керемет ұлттық тағамдарының бірі наурыз көжені бірге дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Наурыз көженің негізгі ережесі ол қыстан бергі сүрленіп келе жатқан жылқының еті және де 7 түрлі дәнді дақылдар қосып пісірілген. Менде жылқының еті болмағандықтан сиырдың сүрленген етін саламын, және де сары, ақ жүгері, қызыл бидай, мәш және де құрт, ақ фасоль қосатын боламыз. Ең бірінші ұзақ пісетін дәндерді осылай қайнап тұрған суға 1 сағатқа қайнатып алдым. Сары, ақ жүгеріні және де қызыл бидай, ақ фасолімізді салып 1 сағат шамамен қайнатамыз. Себебі қайнаған соң суымыз қарайып, сорпамыздың түрін өзгертіп жібереді, сондықтан алдын ала қайнатып алған дұрыс. Сорпамызды дайындаймыз. Ол үшін қазанымызға су құйып, сүрленген етімізді қазы қарта салсаңыздар да болады, өздеріңіздің еркіңіз. Ол қайнатып, қайнаған соң осылай көбігін міндетті түрде алып тастаймыз. Содан соң дәміне қарай тұзын салып, отымыздың астын бәсеңдетіп, етіміз піскенше қайнатамыз. Міне дәндеріміз қайнап жатыр. Шамамен 30-40 минут қайнаған соң мәшімізді жуып салып, 10-15 минут тартылай піскенше қайнатып өшіреміз. Толықтай піскен жоқ дәндеріміз, сондықтан сорпамыздың етін бөлек сүзіп алған соң сорпаға салып, шамамен 20-30 минут тағы да қайнатамыз. Қазанымыз қайнап жатқанда құрттарды салуға ұмытпаңыздар. Мендегі жұмсақ құрттар болған соң езбей солай салдым. Өзі қайнаған соң езіліп кетеді. Сіздің құртыңыз қатты болса, міндетті түрде езіп қосыңыздар. Себебі сорпаға дәмі шықпай қалады. Міне біздің наурыз көжеміз дайын болды. Ендеше осындай ыдысқа құйып, етімізді салып, үстіне сәл суыған соң айран қатығыңызды құйып ішсеңіз өте керемет нәр береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбаян. Егер видеолар ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, наурыз құтты болсын.